ата бабасына ас беріп ақша жинап алатындар жайлы әңгіме қозғайықшы. Бірақ әңгімені бастамас бұрын сіздерден өтініш, каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар. Сосын егер де менің видеом ұнап жатса, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, егер де мені қолдайтын болсаңыздар. Қазір мынандай болды. Жаназаны қоя тұрайықшы. Адам өлсе, жаңағындай келеді ғой барлығы. Одан бөлек мен айтайын деп жатқан нәрсем. Қазір ата бабасына ас беретіндер көбейіп кетті. 30 жыл бұрын өліп қалған, 20 жыл бұрын өліп қалған ата бабаларына ас берем деп дүйімбел шақырып 200-300 адам шақырады да, ресторанға шақырады да, берген бір шөкім палауына ақша жинап алады. Сөздің ашығы осы. Сондай болды қазір. Ол не сауап барады ата бабаңа сен берген тамағыңның ақшасын қайтып алатын болсаң? Дұрыс, сауаптың үлкені көпшілікке тамақ беру. Бірақ тамақты сатып беру емес қой. Шынымен ата бабаңа Құран бағыштағың келсе, сауап ата бабаңа жетсін десең, астына жазып қой шақырту билеттің. Мен Алла разылығы үшін Құран оқытып жатырмын. Ештеңке алып келмеңіздер деп жазып қойыңыздар. Егер ниетіңіз шынымен сондай болатын болса. Жоқ, бірақ ондай ниетпен шақырту болып жатқан жоқ. Ол 30 жыл бұрын өліп қалған ата бабасына Құран бағыштайды да, есіктің алдында біреу сумкасын ұстап тұрады. Келген адамның бәрінің ақшасын жинап. Не үшін жасап жатыр сонда? Мен барамда бір 2000 теңгеге жейтін шығармын. Бірақ 2000 теңге тастап кетсем, артынан әңгіме қылады мен. Не беріп кетті деп. Осы нәрсені қояйық та, бұл ата бабаңыз шынымен Құран оқытуыңыз келсе, жаңағындай жасап оқытыңыздар. Ақшасын алатын болсаң, не болды? Не Құран болды? Не сауап болды? Осы нәрсені түсіне алмай келатырмын. Мен әкеме Құран оқытатын болсам, 20 жыл бұрын өліп қалған. Мысалға да, мен Құран оқытам дедім ба, менің бауырларым, бір шеше, бір әкеден, менің бауырларым маған берсе жарасады. Ей бауырым, мен де үлес қосайын. Көпшіліктен сауабын алайын мен де. Менің де әкем ғой, сен оқытып жатқан Құран. Әкеме барады ғой, менің де әкеме барады ғой деп. Бір жатырдан шыққанда берсе жарасады. Жоқ, 300 адам, 400 адам шақырады да. Әрқайсынан ақша жинап алады. Қойыңыздар бұндай. Мен осыған келісе алмаймын. Түсінбейді екен, миыма кірмейді екен осы нәрсе. Қазіргі таңда той істейтін сылтау жоқ. Баласы үйленбейді, қыз тұрмысқа шықпай жатыр. Амал жоқ, 40 жыл бұрын, 50 жыл бұрын өліп қалған ата бабасына хатым Құран түсіреміз деп қояды ғой. Беріңіз, тамақ таратыңыз, тегін таратыңыз, шамаңыз жетсе. Ал шамаңыз жетпей ме, таратпаңыз, тыныш отырыңыз. Хатым Құран түсіртесеңіз, сауабы соның күшті. 60-70 теңге минимальный бересіз бір молдаға. Сол бүкіл Құранды қайталап оқып, сіздің ата бабаңызға бағыштайды. Осыны істетесеңіз, дүйімелді шақырып ақша жинап, мен ата бабама Құран оқып деп туған туысыңа міндет қылып ресторанда жасап жатырмын. Мақтаныш қылып. Мақтаныш емес, ол елден ақша жинап алып. Мен топастық деп түсінемін. Ашуым келеді ғой енді. Айып етпеңіздер. Қызбалыққа салынып кетемін. Егер менің әңгімем ұнаса, менің қолдайтын болсаңыздар, дұрыс болатын таратыңыздар, көрсін. Ұялсын сөйтіп жатқандар, сөйтіп оқытып жатқандар. Шынымен ұят нәрсе. Мен 30 жыл, 40 жыл болғандарды айтып жатырмын, 20 жыл, 10 жыл өтіп кеткендерді. Енді жылына, мысалы қаза болған кезде, жаназасына барған кезде берген жараса деймін міне. Бір әжетіңе жаратасың. Құран оқытарсың. Дұрыс қой. Рахмет. Таратып қойыңыздар. Көрсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.